Я Курмансиитова Гульмира Жаксагалиевна, руководитель строительной лаборатории ТО «Региональный индустриальный технопарк Актюбе». В университете Жубанова, технический факультет кафедры строительства, преподаю практические занятия по дисциплине строительные материалы и конструкции. Студенты на базе лаборатории проходят практические занятия по ознакомлению со строительными материалами и конструкциями. По программе дуального обучения студенты на производстве более углубленно изучают строительные материалы. В будущем, окончив университет Жубанова, нашим выпускникам будет легче устроиться на работу и применить свои знания на производстве. Мен Ықылас Басан Кәрімұлы, Кегок акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалының аймақтық орталығында диспетчер маманы болып жұмыс істеймін. Қазіргі таңда электроэнергетика кафедрасында және электроэнергетика пәнінен сабақ беремін. Студенттерге қазіргі таңда ертең өндіріске жұмысқа барған кезде дайын маман болу үшін практикалық жұмыстар жасап жатыр және бар білгенімізді студенттерге үйретудеміз. Мен Тургалиев Амангелді Алшынович. Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен технологиясы пәнінен сабақ беремін. Осы салада істеп жатқаныма 20 жыл болды. Металлургия саласында теория мен практиканың арасында айырмашылық бар. Сол себептен өндірістен алған тәжірибемді осы болашақ мамандарға үйретіп көрсетуге практика саласына сабақ беремін. Практика мен теорияның айырмашылығы болашақ мамандар ертең бітіріп келгеннен кейін Ақтөбе ферроқорытпа заводына келгенде технологияны қалай жүргізу керек екенін, балқыту цехында шикізатты пештегі болып жатқан процестерді, шыққан дайын өнімді қалай өңделетінін осы практикада түсіндіріп жеткіземіз. Ақтөбе ферроқорытпа заводында өзінің ішінде базасында зертхана бар. Осында болып жатқан процестерді сол бірінші зертханада көрсетіліп, сосын өндірісте қолданамыз.